келдіңіздер. Бүгін сіздермен біздің бөбекжайымызда бала тәрбиесі, ортақ тәрбие тақырыбында шебер сынып өткізгелі отырмыз. Бөбекжайымызға қош келдіңіздер. Барлықтарыңызға сәттілік. Құрметті қонақтар, ата-аналар, қазір біз бір-бірімізбен танысайық. Балаңыздың атын және өзіңізді таныстырыңыз. Содан соң балаңыздың сүйікті хоббиін айтып өтсеңіздер. Қызым 11-ші топ мектеп-алды аяқтауына барады. Есімі Аида, өзімнің есімім Гүлім. Қызымның хоббиі би билеген жақсы көреді. Өте жақсы. Ұлым Марғұлан, нөмірі 4-ші топ кіші топқа барады. Ұлымның хоббиі кішкентай машиналармен ойнаған жақсы көреді. Мені Марғұланның анасы Жеміс. Менің есімім Эльмира, қызым Айнамкөз, 12-ші топқа жұлдыздар тобына барады. Хоббиі оның билеген жақсы көреді, сурет салған жақсы көреді. Менің есімім Максимдар, мен осы Сәбит Алимовтың мамасымын, 12-ші топқа жұлдыздар тобына барады. Менің баламның хоббиі қыдырғанды жақсы көреді, папасының машинада. Менің қызым Медина, мен анасы Альбина алып келеді. Қызым осы балабақшадағы 12-ші топта жұлдыздар тобына барады. Қызымның хоббиі ол сурет салғанды ұнатады. Рахмет. Менің ұлымның есімі Бейбарыс, осы 46-шы балалар бөбекжайында 12-ші топта жұлдыздарды тәрбиеленуші. Менің есімім Ботагөз, Бейбарыстың анасымын. Бейбарыс бізде ән шырқағанды, ән тыңдағанды жақсы көреді. Өте тамаша. Қандай керемет рахмет, тамаша. Міне біз әп-сәтте танысып алдық, иә? Енді бізге ары қарай жұмыс жасау оңай болады деп ойлаймын. Құрметті ата-аналар, бүгін сіздермен біз жақсылап танысып алдық. Енді біздің көңіл күйіміз көтеріңкі болу үшін сіздермен бірге біз бір ойын ойнаймыз. Ол ойынның аты оркестр деп айтылады. Менің алдымда әртүрлі аспаптар бар, оның ішінде ұлттық аспаптар да бар. Сол аспаптардан қазір бір-бірден аламыз, көрсетпейміз, бірақ қасымыздағы көршімізге. Және сол аспапты кезекпе-кезек мимикаменен немесе ымменен түсіндіріп, басқаларды ортаға шығып, басқаларға соны жеткізуіміз керек. Басқалар табу керек соны. Даусымыз шығармаймыз, мимикамен немесе ыммен жасаймыз. Ал бастардық. Біреуін аламыз, көрсетпейміз. Көрсетпейміз, өзіңіз көресіз. Көрсетпейміз, жасырып қойыңыз. Жасырып қойыңыз, көрсетпейміз. Ал енді, құрметті қонақтар, кім дайын? Дайын келе қойыңыз орта. Мына жерге қойыңыз. Және өзіңіздің ишараңызбенен түсіндіріңіз сол нені аспап. Баян. Дұрыс ба? Дұрыс. Енді келесі келе қойыңыз, кім дайын? Гүлім. Тамаша. Тамаша. Қандай қысың? Келе қойыңыз. Құрметті ата-аналар, енді біз сіздермен бірге бала тәрбиесі жөнінде үлкен рөл ойнайтын бір ойын ойнағым келіп тұр сіздермен бірге. Бұл ойынның аты бала тәрбиесіндегі ата-ана рөлі. Яғни қазір сіз бізге біреуіңіз ішіңізден бала боласыз, қалғандарымыз ата-ана боламыз. Баланың қойған сұрағына сіздерге, яғни ұқсат сұрайды бала сізден ойнап келу үшін, соған әртүрлі күйде жауап бересіз. Мысалы, ренжулі, ашулы, қуанып немесе дұрыс жауап беруге тырысасыздар. Енді қазір біз
барлығымыз орнымыздан тұрып мынау үлкен жолақша яғни өмір жолы деп есептейміз. Осы жолақшаның қасына келіп тұра қояйық, ар жаққа айналып келе қояйық. Анашым далаға шығып достарымен ойнап келейінші. Бар, тез батпай. Тез ойнап, тез үйге қайт. Анашым достарымен далаға шығып ойнап келейінші. Ту барсаң баршы, менің басымда ғана тұрмашы. Тез бар да ойнап қайт. Анашым достарымен далаға шығып ойнап келейінші. Маған бәрібір барасың ба, бармайсың ба, өзің білші, айналайын, маған өже кетпеші. Анашым достарымен далаға шығып ойнап келейінші. Не үшін үстіңді ластайсың ғой, неге барарсың? Бармай-ақ қой. Анашым достарымен далаға шығып ойнап келейінші. Жан бара ғой, жақтыстап ойнап кел, достарыңмен бірге көңілді бол, жолдан абайлап жүр. Құрметті ата-аналар, бүгін керемет бір ойынды көрдік біз сіздермен бірге. Баланың рөлін сомдаған бізде Гүлім. Гүлімге енді мынандай сұрағым бар. Сіздің баланың рөліндегі ішкі дүниеңіз қандай болды? Мысалға, бір сұраққа қаншалықты әртүрлі жауап алдыңыз? Енді қазір сіз соны айтып өтсеңіз. Бірінші барған енді ананың ретінде мен күлкім келіп тұр, себебі ол кісінің айқайлап ұрысқанымен ар жағында жүрегі нәзік екені көрініп тұр. Ал екінші анаға барған кезде ол кісі айқайлап ұрысып Зілді қылып, иә? зілді қылып, Сен айқайлаған жоқ, зілді қылып айтқан. айтқаны салмақты қылып, мен үшін ол кішкене ауырлау болды. Ал үшінші ата-анаға ол кісіге бәрібір болды, себебі мен керексіз сияқты сезімде болдым. Ал үшінші ата-ана, төртінші ата-ана ол кісі айқайлап ұрысып жүрген кезде мен қорқынышты, қорқыныш, бір үрей пайда болғандай болды. Ал бесінші ата-анаға барған кезде енді ол кісі құшағын жайып өзінің ақылын айтып, жағынан ажанда мейірімді ата-ана екені, қолдау көрсеткені, сеніп тұрғаны балаға сол өте маңызды болды. Бала үшін ата-ананың сенімі маңызды шығар. Өте тамаша. Енді мен Гүлімнің сөзіне қосып кеттім де, бұл тұрған ата-аналардың барлығы да тек рөлде ойнап, яғни әрқайсысы өзінің баласы үшін жүрегі жылы, жұмсақ, және де баласы бұлар үшін үлкен бір тұлға. Рахмет сіздерге, орындарыңызға отырайық. Тамаша. Өмір жолы. Құрметті ата-аналар, енді қазір менің қолымда әдемі тағы да түрлі түсті көбелектер бар. Сол көбелекте екінші жақ бетінде сөздер жазылған. Қазір мен қай ата-анадан бастаймын, сол ата-ана жауап береді. Жарай ма? Аналар дайынсыз ба? Мен дайын. Менікі мақал мәтел, ата көрген оқ жонар, ана көрген тоқ пішер. Тамаша. Жақсы. Қандай мақал мәтел білесіз? Отан да астық. Жарайсыз. Тәрбие, отан. Отан отбасынан басталады. Дұрыс айтасыз. Тамаша, осы риза боламыз, иә? Келе қойыңыз. Тұсаукесу бұл баланың 1 жасқа толғанда орындалатын рәсімнің бірі. Баланың тұсауын негізі қарт адамдарға, жол ашық, сондай адамдарға кестіреді. Баланың тұсауын кескенде ала жүкпен, немесе шекпен кескен, пышақпен. Яғни адамның Ала жүгін аттамасын деп, шекпен кесетін себебі ол жолы бақытты, майлы, жұмсақ болсын деп кесілетін. Қуатты болсын. Дұрыс айтасыз. Тамаша, керемет жауап. Отыра қойыңыз. Менде тыйым сөздер деп шығып тұр. Бұл жерде яғни бізде тыйым сөздердегі көбі бізде қазақтарда көп. Ол қалай айтсам болады, түннің құрамында судың бетін ашық қалдыруға болмайды, табалдырыққа керілуге болмайды, нанды басуға болмайды, үлкен адамның жолын кесуге болмайды деген секілді тағы да басқа заттар көп. Бала тәрбиесіне қажетті көптеген бізде қазақтың тыйым сөздері көп, иә? Мысалға ашық қалған асты ішпейді, иә? Солай ма? Сынық кесемен шай құйма деген сияқты. Тағы балаға қандай не бар? Табаныңды таппа, керілме, үлкеннің алдын кеспе. Дұрыс айтасыз. Тамаша, жақсы. Енді тағы кімде бар? Отыра қойыңыз, қосылып қояйық. Тағы кімде? Келе қойыңыз.
маған жаңылтпаш деген кісі келген екен. Жаңылтпашты көбіне баланың тілі жақсы даму үшін, дикциясы дұрыс болу үшін көп айтқызған жақсы, өзім де айтқызып тұрамын. Соның ішінде шеше неше кесе сынды кеше деген сияқты ақ қақпаққа көк қақпақ, көк қақпаққа ақ қақпақ деп жаңылтырып баланың тілін шығаруға, нақты нық сөйлеуге пайдаланатын сөздер. Өте тамаша. Қандай келе қойыңыз сіз. Маған деген әлде деген шығыпты. Мен өз балама ұйықтатар кезінде, бір жастағы балам бар, ұйықтатар кезінде әлде айтам. Әлде, ақ бөпем, ақ бесеке, жат бөпем, жылама бөпем, жылама, әлде бөпешім. Жақсы. Тамаша. Келесі келе қойыңыз. Маған әңгіме айтып Қандай әңгімелер білесіз балаға? Бала тәрбиесінде. Ыбырай Алтынсарин, Гүлес Мақтарин, Асан Үсен. Құрметті ата-аналар, қазір енді бәріміз бір-бірімізге былай артымызды беріп шеңберде тұрамыз. Шеңбер бойына бір-бірімізге жақындайық. Шеңбер бойында тұрып, қазір менің айтуым бойынша сіздер арқаларыңызға сондай нейромассаж, яғни эмоция, өзіңіздің жақсы жағымды эмоцияңызды бересіз. Деп алдыңыздағы ата-ана. Ал қазір мен бастаймын. Бауырымыздан бастап, сол жақсы өзіңіздің эмоцияңызды береміз. Басталып, күн шықты. Тұрып жасай береміз, жүрмейміз. Жақындан бір-біріне жақындан. Тұрып жасай береміз. Бір-біріне, тұрып жасай береміз. Енді күннің көзін бұлт торлады. Бұлт торлады. Яғни сіз бұлт боласыз, алақандарыңыз жаясыз, дұрыс. Ал енді жаңбыр жауа бастады. Ал енді жаңбыр тасырлап жауды. Тасырлап жауғанда біздің қалағымыз қандай болады? Ал жаңбыр жайлады. Ал жаңбырдан кейін әдемі күннің шуақтары шашылып күн шықты. Шуақтарын шашып күн шықты ясынан. Ал сол күннің шуағында, күннің нұрларымен бірге сіз балаңызды күн шуақта құшақтадыңыз. Яғни балаңызды бауырыңызға бастыңыз. Құрметті ата-аналар, бөбекжай әдіскерлері, сіздерге көп рахмет. Бүгінгі шақырып ата-анамен байланыс ретінде осындай керемет тақырыпты қозғап жатсыздар. Баланың тәрбиесінде бірінші өзіміз болсақ, екінші сіздерге сеніп тапсырып отырық, керемет шаралар ұйымдастырып жатыр екен. Көп рахмет. Таныстырып, көрсетіп, бөбекжайымызды, балаларымызды қандай деңгейде оқып жатқанын көрсетіп жатсыздар. Осылай кездесулер бола берсін, ата-анамен қарым-қатынаста бірге бола беріңіздер. Құрметті ата-аналар, бүгінгі шебер сыныпқа керемет, өте жақсы белсенді қатыстыңыздар. Барлықтарыңызға рахмет. Бала тәрбиесі жолындағы еңбектеріңіз әрқашан жана берсін деймін. Балаларыңыз сіздерге үлкен көмекші болсын деймін. Жақсы жарқын жол тілеймін. Аман болыңыздар, сау болыңыздар.